Неге бағалы ресурс именно таусылмайтын ресурс деп ойлайсың? Адамның интеллектісі осыны ауаны қалай сақтап қалуға болады, болмаса осы ауаны қалай көбейтуге болады деген сияқты ойларды қорыта алады. Сол ресурстармен жұмыс жасай алады. Мен әлі ойымнан тайған жоқпын осы 5 минуттың ішінде. Дәл солай, адам басты ресурс болып табылады. ДНК үшін қандай да бір үлкен күрес болатын сияқты адамзат тарихында. ДНК-ларды ақтара отырып, тарихтың бетін қайтадан шығуға болады ғой. 100 жасқа дейін жасайтын адамдар кемде кем емес пе қазір? Соны түсіне келе мүлде мәссаған қалай уақыт тезірек үлгеру керек екен деп ойлайсың. Сен жауаптар маған күшті ұнады. Мен осындай ой болған. Күн ұзақ болатын деген сияқты. Ал қазіргі 2023 жылы бір тәуліктегі 24 сағаттың құндылығы 13 сағатқа тең болды деді 2022 жылы шатаспасам, ал 23-те 8 сағатқа тең дейді. Зарина, как относишься к космическому туризму? Так, смотрите, орысша айтып кеттім сразу. Бізде экономикада мындай нәрсе бар. Шектеулі ресурстардың негізінде ең максималды пайда табу деген сияқты. Сондан смотрите, сіздердің ойларыңызша ең пайдалы ресурс не осы әлемде? Адамдар үшін, сіздер үшін. Ең бағалы ресурс деуге де болады. Өте, мысалы, сол кездері өте маңызды сұрақтардың бірі болып табылады маған. Бағалы ресурс, менің ойымша, бұл әрдайым өзгеретін заманға уақытылы бейімделу, соған сай болу, және де өзін әрдайым өзекті біліммен, қажетті біліммен, өзі ойыңды, миыңді жабдықтау арқылы әрдайым сондай сұранысқа ие болу, заманға сай ілесу деп ойлаймын. Білімділікпен, біліммен, получается, білім мен дағды деп айтсақ болады қысқаша, иә. Ресурс логикалық тұрғыдан ойласаң, ең бағалы ресурс ол таусылмайтын ресурс, қандай да бір. Яғни мысалы біз айтамыз, күн ресурстары, күннен алынатын бір электр желілері ма жоқ әлде. Мысалы мұнай таусылады, бірақ енді ол тиімді болсын. Ал таусылмайтын, мен білмеймін не нәрсе екен ол. Енді біз жерде өмір сүрген екен, яғни көптеген әлемдік, көптеген ғалымшарларды біз зерттемеген екен, білмеген екен. Мен ойымша тек осы жердегі қандай да бір бізге таныс нәрсені ғана алу керек сияқты. Олай болса, менің ойымша ол жаңа Зарина айтқандай адамның интеллектке байланысты, яғни адамның ойлау қабілеті, сол адамды басқа жануарлардан артықшылық беретін адамға, ол әрине ойлау қабілеті бір жаңағы дүниені ойлай алу, оны өз қалағандай жасай алу. Яғни мен ойымша қандай да бір адамның білімі дегеннен гөрі, білмеймін, бір интеллектке қатысы бар бір дүние сияқты, білмеймін, оны зияткерлік деп айтуға бола ма жоқ әлде. Нақты білмеймін, әлі қандай екен. Мен ойымша біздің әлі ұғымдар өзгереді, әлі алда қандай да бір ресурстар бойынша көзқарасымыз өзгереді. Қазір біз ойлаймыз, ресурс деген ол бір көзге көрінетін, ұстап көруге болатын қандай да бір табиғи материал деген сияқты. Кейін ол заман өзгерген кезде ол өзгереді. Ресурс деген басқа нәрсеге. Неге бағалы ресурс именно таусылмайтын ресурс деп ойлайсың? Мне кажется, біз мысалы барлығында бар нәрсені, таусылмайтын нәрсені адамдар бағаламайды ғой. Барлығында бар изначально. Ең құнды болса, мысалы қара қазір ауа деп алайықшы мысалы. Ауа қазір ешкімге ешқандай төлеп жатқан жоқ болса, ешқандай ай сайын бізге квитанция келмейді ауаға. Бірақ та егер де ол болмаса, даже бір секундтың өзінде бізге өмір сүру қиын болатын еді. Сол үшін мен үшін дәл қазір мысалы ауа ең бағалы ресурс болуы мүмкін. Но адамның интеллектісі осыны ауаны қалай сақтап қалуға болады, болмаса осы ауаны қалай көбейтуге болады деген сияқты ойларды қорыта алады. Сол ресурстармен жұмыс жасай алады. Сол үшін мен ойымша ең бағалы ресурс ол адамға қатысты, бірақ адам сыртқы емес, ішкі дүниесіне қатысты нәрсе. Мысалы, таусылмайтын ресурс дегенде бұл тек қана қалыптасқан қағидат бойынша экономикалық көзқараспен де қарауға болады. Таусылмайтын, мәңгі бақи болатын бір прогрестің бастамасы болатын адамның қиялы туралы айтуға да болады. Таусылмайтын бір ерекше қазіргі контекстте адам ретінде. Қазіргі контекстте мейлі жарайды. Әзірге Қазақстанда мұнай бар делік 2035 жылға дейін ресми мәліметтер бойынша. Ел бойынша емес, материалдық емес. Мысалы, адам, өзі адам, обычный адам. Оған ресурстар толып отыр онда. Материал болуы мүмкін, материалды емес. Соның үшін ең маңыздысы, мысалы, сіз үшін ең маңыздысы. Мен әлі ойымнан тайған жоқпын осы 5 минуттың ішінде. Дәл солай, адам басты ресурс болып табылады. Адамның ойы, қиялы, алдыға қарай жетелейтін, оның өзінің қажеттіліктерін неғұрлым жаңа жолмен қанағаттандыру барысында туындайтын бір жаңа бір туындамалар болатын шығар мүмкін. Мысалы, бағана бар ғой, зияткерлік те болуы мүмкін, ол білім маңызды емес, ол адамның икемделуі де арқылы зияткерлік деп бағана айтып кеттіңдер ғой. Сонда маған орысша бір сөз есіме түсіп кетті. Быть умным
и мудрым и хорошо учиться — это две разные вещи деген сияқты, иә. Расымен де сен кереметтей кітаптың барлығын миына сіңіріп алып, оны жатқа біліп айтатын болсаң, жақсы, әрине, керемет теоретик екенсің. Бірақ өмірлік жағдайларда бетпе-бет бір өмірлік сындармен мысалы кездескен кезде ары қарай сенің өзің жүріс тұрысың қандай болады, реакцияң қандай болады, істейтін іс-әрекетің қандай болады деген сияқты, ол әрине бөлек әңгіме. Сондықтан жаңағы дағды соған көмектеседі. дағды, иә. Жағынан күшті біліммен. Менің ойымша жаңағыдай уақытқа байланысты, кезеңге байланысты, заманға байланысты деп айтайыншы. Ресурстың мағынасы, адамдардың оны қабылдауы әртүрлі өзгереді. Мысалы қазіргі кезде бізге ресурс деген кезде біз ойлаймыз көбіне сол жердегі жаңағы мұнай дейміз, газ дейміз, табиғи байлықтар. Кейіннен енді мен жаңа айтқан адамның интеллектісі, ол енді кейін болуы мүмкін. Екеуінің арасында, менің ойымша екеуінің арасында, менің жеке болжамым футуролог ретінде деп айтайыншы енді. ДНК үшін қандай да бір үлкен күрес болатын сияқты адамзат тарихында. ДНК ол жаңағы, мысалы қарапайым мысал, мен осы видео қарадым, онда айтады, мысалы қарапайым судың ішінде, суда өзі ДНК-дан тұрады, қандай да бір құрылымы болады. Соларды өте ұсақ әдіспен зерттей келе, оның ішінде мысалы динозаврдың клеткасын табуға болады ішінде, яғни қандай да бір. Бізде қазір флешка деген нәрсе бар ғой, қазақшасы қалай болады флешка? Дәл солай болады. Флешка болады. Флешка ақпарат сақтайтын яғни құрылғы. Яғни флешкаға саламыз, соның ішіне ақпарат сақтаймыз. Яғни ДНК дәл сондай құрылғы, яғни оған ақпарат жинауға болады. Адамның, мысалға сенің ДНК-ңды алып, жеті кім болғанын, қай жақтан шыққанды, ұлтың қандай болғанын барлығын зерттеуге болады. Яғни ол ақпарат сақтайтын қандай да бір құрылғы. Ол судың ішінде де барлығында болады. Егер де бір білмеймін енді қалай болатынын, ең мықты ұлттың ДНК-сы үшін соғыс бола ма, жоқ әлде ол басқа бір тарихи соғыс бола ма, яғни жаңағыдай ДНК-ларды ақтара отырып тарихтың бетін қайтадан ашуға болады ғой. Қай заманда не болған, болмаса қай жылдары. Мысалы қарапайым мысал, кәдімгі ағашты кескен кезде ортасында сақиналар болады ғой. Сақина санасың, ағаш неше жаста екенін білесің деген сияқты. И сол сақиналардың ұзын, яғни тар немесе кең болуына байланысты, яғни қалыңдығы болады осындай екі сақина арасындағы. Соған байланысты ағаштың сол жылы суды көп немесе аз ішкен білуге болады екен. Яғни бір жыл, мысалы бірінші жылы кішкентай болды, екінші жылы кішкентайдан өте үлкен кеңбер болса, яғни екі жаста аралығында сол жылдар су көп болған. Ғалымдар сол арқылы қай жылдар қуаңшылық болғанын зерттеген мысалға. Бізге ондай дәл сондай ақпарат заманы, ол ақпарат заманы демекші, ең үлкен үлесі сол ақпарат айтпақшы. Ең үлкен үлесі ақпарат. Иә. Бұл адамзат үшін. Адамзат үшін. Адам үшін, жеке адам үшін. Тоже ақпарат. Тоже ақпарат. Иә. Мүмкіндіктерді жіберіп алмас үшін ақпаратпен өзіңді қамтамасыз ету керексің ғой. Ешнәрседен қорғалмайтындай, сондықтан әрине ақпарат. Сен жауаптар маған күшті ұнады. Мен tosында ой болған. Но мен ақпарат деп ойладың ба, жоқ әлде қайсысын ойладың сен? Ақпарат, интеллект, білім, дағды, менде барлығы біреуін жоғары қоя алмадым. То есть маңызды, если болашаққа қарасақ, әрине ақпарат маңыздырақ. Бірақ қазіргі деңгейде, мысалы, білімге қарағанда енді дағды бір сат жоғары тұрады, өйткені адам егер білім болса да оны пайдаланылмаса, оған ешқандай пайдасы болмайды. Но маған именно адам ретінде қараған кезде көбінесе тағы да қарастырып көрген кезде уақыт ресурсы маған больше бағалы сияқты, өйткені көбінесе мысалы қарағанда адамдардың өмір шектеулі қазіргі кезде, болашақта қалай болатыны белгісіз, и адамдар соны бағалайды уже сол уақыты аяқталып жатқан кезде. Қазіргі жастар оны бағаламайды. Бала кезінде мүлдем балалар ойламайды ол туралы. Уақыт өте келе уақыт азая береді, то есть тоқталып кетіп қалды. Но мұнда получается қаншалықты жаңағы білім жағынан дамиды, дағды жағынан дамиды, өмірді қалай өтеді, соның барлығы все равно уақытымен шектеулі болған адамдардың. И алдында бір қызық бір видео көремін. Адамдардан уже кәрі адамдардан 70-тен асқан сұрайды. Не туралы, нені жасамадым деп ойлайсыз, не туралы өкінесіз деген сияқты. Сонда олар өкінеміз дегенде ешқайсысы айтқан жоқ. Там үй алмадым, машина алмадым. Сонда ешкім айтқан жоқ. Кейбіреулер айтты, денсаулық көп көңіл білмедім деді жас кезімде. Кейбіреулер айтты, көп нәрсені зерттемедім, мысалы, көп нәрсені білмедім. Ғылыми жағынан, жаңағы білім жағынан. Көп нәрсені көрмедім, мысалы, там аралап. Абайдың айтқан ғой, есіме жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Дәл сондай ғой, иә. Дәл сондай. То есть мұнда былай қарасақ барлығымызда уақыт шектеулі. И қазір қарағанда уақыт өте тез өтеді, жас кезімізде қараған кезде, кішкентай болған кезде қарағанда. Мұнда уақыт енді в основном тез өтеді. Рутина кіргеннен кейін, адамдар жұмысқа кіргеннен кейін, там таңертеңнен кешке дейін бір жұмыс, одно и то же, более так қызығырақ отпуск уақыт өтеді, и қайтадан сол рутинаға кетіп қалады. И солай өмір өтіп кетеді. Мен де ойлайтын, мысалы, уақыт ол ең жаңағы маңызды нәрсе, қайтып келмейді деген сияқты нәрселер. Но
Интерстеллардың киносын көрдің ба? Ол көрдім. бойынша уақыт ол салыстырмалы, айнымалы, неге салыстырмалы ма? Салыстырма әңге, яғни сен черно дыра арқылы сен басқа кезеңге, мысалы өткен кезеңге қайтып келуге болады. Тіпті Эйнштейннің теориясы бойынша да егер сен күннің жылдамдығына тең жылдамдықпен жүретін болсаң, бір кезеңнен келесі кезеңге өтесің деген сияқты. Яғни сол үшін менде қандай да бір үміт бар, типа уақыт деген ол айнымалы нәрсе, салыстырмалы нәрсе, яғни маңызды емес ол деген сияқты. Просто біздің уақытымыз Иә, біз оны түсініп отырмын. Да, ол болмайтын шығар уже. негізі айта кететін екі ойым бар. Соңғы уақытта интернетте отырған кезде осы уақыттың құндылығы жайлы көп тақырыптар қозғалып жатыр ғой. Мысалы, біз бір жыл, жаңа 2023 жыл келді, бір жоспарлаймыз. 2024 жыл міне аяқ басып келе жатыр. Сөйте келе адамның алдына осындай бір А4 қағазын қойып қойды. Онда кішкентай кругляшоктар арқылы 52 апта қойып қойған ғой. Бұл сен бір жылын, оны адам 0-ден 100 жасқа дейін өмір сүрсе, міне барлық сенің өмірінде болатын апталардың жиынтық санын көрсеткен. Қарап отырсаң, сондай аз, оның көбісі талай кейде мағыналы мәнсіз өтіп кетеді, кейде тез өтіп кетеді. Бір, екіншіден 100 жасқа дейін жасайтын адамдар кемде кем емес пе қазір? Соны түсіне келе мүлде мәссаған, қалай уақыт тез өтеді, тезірек үлгеру керек екен деп ойлайсың. Ол бір, екіншіден уақыт өлшемі расымен де ол дәуірге байланысты, өмірге байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, мен әлі күнге дейін есімде, біз бастауыш мектептерде оқыған кезде жаз деген сияқты ұзақ уақыт өтетін. Сол кезде, иә, бірақ ол кезде бар ғой, мейлі бізге біреу айтуы мүмкін, ол кезде кішкентай болдыңдар ғой, жұмыс істемейсіңдер, күн бойы отырасыңдар, ойнайсыңдар деген сияқты. Әрине уақыт көп сияқты болып көрінеді дейді. Бірақ жоқ, ішкі адамның түйсігі сезімі алдамайды ғой дегенмен де. Сосын қараймын, 10-11 класстарда қараймын, біраз жылдамдата бастады. Бакалавриатта оқыған кезде мүлдем тез, магистратурада лезде шұғыл өтіп кетті. Ал қазіргі уақытта қарап отырсам, осы 2023 жыл уақыт одан бетер тез айналып жатыр. Неге деген сұрақ туындады, және сол космостан маған жауап жіберді ғой деп. Жалпы бұрында бір тәуліктің ішінде 24 сағат сандық тұрғыда болса, оның өлшемділігі, қасиеті көптеген үлкен, мысалы 24 емес, мысалы дәл 72 сағатқа тең болатын, яғни күн ұзақ болатын деген сияқты. Ал қазіргі 2023 жылы бір тәуліктегі 24 сағаттың құндылығы 13 сағатқа тең болды деді 2022 жылы шатаспасам, ал 23-те 8 сағатқа тең дейді. Яғни адамдардың көбісі уақыт тез өтіп бара жатқаннан үлгермей қалады дейді, құндылық. Сонымен расымен де келсем, сеземін. Оны тіптен Тибетте болады ғой, адамдар майшамды жағып қойып тексеретін. Вот солар да соны растап отыр ғой расымен де. Уақыт деген бөлек, мысалы құндылық деген нәрсе, уақыттың құндылығы қаншалықты құнды. Сен есіңде ме, бір блогер туралы айтадың, саяхатқа шыққан блогер туралы. Иә. Сол сияқты мен де алдында сендерге может айтқан шығармын. Қадыр Мырзалидың өлеңі бар ғой. Қалар артта бесік жыр, бесік үйің, есіл туыс, есіл жұрт, есіл бұйым. Жылдар өтсе мейлі ғой, өте берсін, сәттер өтіп барады осы қиын дейді. Яғни кейде көресің 20-30-ға келген кісілерді, бірақ өмірде енді әлі 10 жасар бала сияқты енді өмірінде кейбір сәттер жоқ. Ал кейде бір 18 жасар жігіттерді көресің, өмірде қанша нәрсені көрген, мысалы қазірдің өзінде типа кейбір нәрселер бойынша сенен әлдеқайда тәжірибелі. Яғни өмірде уақыт сенде мейлі 100 жыл болсын, 1000 жыл болсын, бірақ та ішіндегі сәттер жоқ болса, яғни бос болса, яғни құндылығы аздау болса, онда одан да пайда не мысалы? Иә, ұзақ өмір сүрген ешқандай қызығы жоқ, егер ол скучный өмір болса. Қысқасы әрекет ету керек та. Ну, әрекет дегенде мұнда негізінен қызық моменттер болады, когда адамдар бір нәрсені, жаңа нәрсені бастайды, жаңа нәрсеге ұмтылады, амбициялары үлкен болады. Сол кезде егер оған ұмтылмаса, онда барлығы, бар нәрсемен қанағат болу керек, әрине, бірақ болашаққа ұмтылу керек, жаңа белестерді бағындыруға. Сонда өмір өте қызық болады. И бір белес жеткеннен кейін екіншісі пайда болады, одан аса береді, и қызығушылық арта береді. И даже ұзақ өмір сүрмеген өзінде өмірінде артта сол енді өз уақыт келген кезде еске алады ғой барлығын, кішкентай кезде не болған. Сол кезде көп нәрсені есіне алатын болса, онда уже өмірдің нәтижесі бар деп айтуға болады, жақсы өтті деуге болады. Мысалы бай адамдардың көбісі енді біраз нәрсені көрді ғой, бірақ все равно әлемде соншама қызық нәрсе бар, даже космосқа мүмкіндік бар қазір, зерттелмеген әлі көп нәрсе бар. И бай адамдар көбінесе тырысады қазір өздерінің өмірлерін арттыруға. То есть сол уақыттың құндылығын түсінеді де, арттыруға тырысады. Сен ойлағанша қалай? Мысалы, мен алдында тоже бір видео көрдім. Осыдан бір 100 жыл бұрын, 20 ғасырдың басында,
орташа сол кезде көрдің ба видеоны? жоқ, ол кезде болған жоқ. Если сол кезде көрсе, онда я мұнда отырмас едім десе. Орташа адамдардың орташа өмір сүру уақыты 32 жылдай болған. Ну, енді бірінші кезекте ол соғыс әсерінен қаншама жас адам қайтыс болды, ашаршылық кездерде болды. Бірақ қазіргі енді цивилизация кезінде өмір сүру статистикасын қарасақ, уже 60-тан асқан жалпы әлем бойынша. И ол мен ойымша біртіндеп арта береді. Там 100-150 болады, адам тем более медицина дами берсе, адамның уже денсаулығы жақсара түседі, олар ерте уже кеш қартаяды, балалық шағы кішкене ұзағырақ өтеді, солай деп ойлаймын. Эволюция әсерінен также. Өздерінің ойланышы қалай? Болашақта осылай өмір сүру ұзақтығы арта ма? И қазірдің өзінде адамдар тырысады ғой, мысалы мәңгі өмір сүруге деген сияқты. Ондай мысалы болса, оның пайдасы болмай, өйткені оған қалай ойлайсыздар ол бойынша? Ол туралы не ойлайсыздар? Қазіргі ғылымның қарқынымен міндетті түрде өзгеріс болады қандай да бір. Мысалы мен документальный фильм көрдім алдында. Ол бойынша болашақты не алған, қазіргі бар мүмкіндіктермен болашақта жоспар бір қандай да бір болжаған. Сол бойынша 2000 қай жылы 2012-де ме бір ғалымдар зерттеу жасаған. Ол бойынша кәдімгі бізде айтады ғой, адамға денесі жақын шошқа дейді, шошқаға жасай берді көп нәрсені. Сол шошқаны, бір шошқаның басын кесіп алып, екінші шошқаға соны операция арқылы қондырған. И сол кезде оны қабылдаған ол. Яғни сен денесін ауыстырған сияқты боласың. Егер де ол адаммен сондай нәрсе болса, ол кезде сен ойла, қартайдың, 60-ға келдің, сосын саған енді жас 20 жастағы жігіттің бір денесін қойып береді. Енді адамның көп ұзақ өмір сүруіне ол физикалық мүмкіндіктеріне, адамның организмдерінің шаршауы, қартаюы, өзінің функцияларын дұрыс атқармауы себеп. Егер де жаңағыдай нәрсе жасайтын болса, біріншіден сонда мүмкіндік бар, шамалы болсын. Одан бөлек қазір неше түрлі дәрілер, тағы да басқа препараттар жасап жатыр. Оның үстіне жаңағы адамның интеллектісін зерттеп жатыр, тіпті миға чип қондырып жатыр, мысалы Илон Масктың өзі. Олардың барлығы жаңа айтқандай, егер де адамның миында қандай да бір ақпараттар алуға көмек беретін болса, компьютерге сақтауға болса, тағы да басқа, и оны алып басқа бір миға орнатуға болатын болса, енді ол фантазия болып кетті, бірақ та сондай жағдай болатын болса, менің ойымша адамның жаңағыдай өмір сүру жақсы деп айтқан ол кезде мүлдем басқа шығар. Ол кезде басқа нәрсемен оны жақсы емес, басқа бір немен сипаттау керек, өлшем бірлігімен. Яғни бірнеше дене ауыстырды деген нәрселер болатын шығар ол кезде менің ойымша. Мен өзім солай ойлаймын. Неше жастасың емес, неше денеде. Мынау нешінші денең деген сияқты ғой, в общем. Қазір, кстати, 3D принтерлерді органдарды шығарады ғой. Но енді қазір пока что кішкентай органдар, но егер солай жалғаса берсе, уже маңызды органдарды ауыстыруға болады. Бірақ мұнда почему-то каждый нәрсе айтқан сайын менде бір фильм ассоциация жүреді. Робот по имени Чаппи көрдіңіз. Сонда интеллект ауыстырады адамнан. Оған еще время деген, уақыт деген Джастин Тимберлейк түскен кино сөйтті. Онда Черное зеркало бар сосын. Оны көрмедім. Американский? Сериал. Сериал көрмедім. Турецкий емес па? Сериал көруге өкінішке уақыт жоқ, ресурс шектеулі. Ну, бір күнде 20 кино көріп аламыз. Бұл қысқа метражды сериалдар ғой. Әр сериалдың өзінің бір авторы бар. Болашақта өзі қалай көреді деген сияқты. Негізі кеңес берем, көріп көр. Одан бетер шошып қаларсың болашақта. Футуролог деген сөзді недавно естігенмін. Біз куәгерміз енді. Осы білім жетеді болашақ туралы. Ол сөзді әлі қорытқан жоқ десең. Опять ресурс кетіп қалса, егер адамдардың өмір сүру өмір сүру уақыт ұзарса, басқа ресурстар пайдаланады адамдар. Пока что енді роботқа жақындаса уже мысалы тамақтан бас тарту мүмкін, электроэнергия тағы басқа керек. Оның барлығы шектеулі қазіргі кезде, қазір технологиямен. И біртіндеп азайып жатыр. Оның көбісі еще егер адамдар саны осындай деңгеймен арта берсе, онда ресурстарды өте тез деңгейде бітіреді. Біздің уже барлық енді материалды ресурстар таусылып қалады. Білесің, мысалы біз ресурстар деп тұтыну деп жатырмыз. Біз қазір жасап жатқан дүниенің бәрі тек жер планетасының айналасындағы ғана дүниелер ғой. Физиканың заңы деген ол жердің ғана заңы, по идее, негізі. Марстың заңы бөлек, ояқтың жаңағы тартылыс күші болса, күннің қалай түсуі барлығы бөлек. Біз ояққа барғаннан кейін физиканы қайтадан жасап шығуға тура келеді. Сол сияқты ол жақта да мысалға қазіргі адамдардың болмысы, болмаса олардың тұтынуы қандай да бір дүниелерді өзгеруі мүмкін, яғни басқа планетаға көшкеннен кейін. Сол үшін менің ойымша өте көп варианттар бар болашақта қандай болатындығы, адам деген бола ма, жоқ па, может қандай да бір атовизм деп айтайыншы мысалға, осындай бар ғой.
сондай нәрсе болып қалуы мүмкін адамның өзі. Біз сонда безвыходный ситуация қоямыз да, то есть ресурстар таусылып жатады, сол кезде либо бір нәрсе істеу керек мына жақта, либо ұшып кету керек деген сияқты. Өйткені қазіргі бізге қолжетімді планеталардан ұшуға болатын ешқайсысы өмір сүруге біздің қазіргі организммен қолайсыз, даже демала алмаймыз. Сол үшін мүмкін ғылыми болмаса анатомиялық жағынан қандай да бір жетістікке жететін шығармыз ғалымдар. Мүмкін сол жақта эксперимент жасайтын шығар, мүмкін Марста өмір сүруге болатын ешқандай құрылғысыз, скафандрсыз тәжірибелер жасайтын шығар. Оның бір-ақ сәтте шешілетін нәрсе деп ойлаймын оның барлығы. Ал егер осы бар нәрсені қайттан қалыптастырып отырса, баға ресурстарды біздің. Негізі сол ең жақсы вариант. Дәл қазір осы. Қалай бар, солай бар. Но әлемде неше түрлі бунтарь адамдар бар ғой. Олар айтады, а вдруг, если бізге бір метеорит түседі, сосын бәрін жақсыңдар деген сияқты. Сол үшін адамның қандай да бір адамзатты аман алып қалу үшін бізге басқа планеталарда қандай да бір запас ұстау керек, яғни адамдар болу керек деген сияқты нәрселер айтылады. Илон Масктың өз аузынан айтылған нәрсе сол, өз аузынан естіген нәрсе. Мне кажется, да, сол дұрыс. Мен орын ауысып жүрмін. Ол запас емес, ол основной вариант. Мен тоже маған өзім ұнайды идеялар басқа планетаға көшу деген. То есть не просто там көшіп кетіп сол жақта тағы да өмір сүру сол планетаның деңгейінде, а былай межгалактический перелеттар маған өзіме сондай идея күшті ұнайды и вдохновляет. Но мысалы қараңыздар, сондай варианттар іздесек, бірақ осы ресурстарды қалыптастыруға тырысу керек, үнемді пайдалану керек, все равно. Потому что анау деңгейге жететініміз біздің қашан екен белгісіз вообще. Неше поколение ауысады оған дейін. И то не было белгісіз. Зарина, как относишься к космическому туризму? Космостан бізге қарағанда сенің көп хабарың бар. Жұлдыздармен деп қойы ма? Хабарың бар, связьдарың бар бізге қарағанда. Иә. Андай уже бір екі квартирасы уже. Марста, Юпитерда бар, енді қайдан біліп қойдыңдар деп па? Дәл қазіргі уақытта нақты еш нәрсе айта алмаймын, бірақ болашақта расымен де космосқа ұшып, сол жаққа орын ауыстыратындай бір дәрежеге жетеміз дегенге мен сенемін. Соған аяқ басып келе жатырмыз ақырындап. Мысалы, адамның қиялы не нәрсеге дейін жеткізбейді, қайда апармайды. Расымен де ғой, осының арқасында қазіргі деңгейге де жетіп отырмыз. Мысалы, мен кейде бар ғой, үйде отырам да, мәссаған, осы бір нәрсе бір 20 жыл бұрын болған жоқ қой деген сияқты бір ойыма келіп қалады да, сосын мен вау, бір құнды нәрсе сияқты болып қалады ғой, расымен де. iPhone ұстап отырып айтасың мысалы. Мысалы, ол да неге жоқ. Жоқ, маған бір қызығы, мысалы, жер планетасы, иә, жер, мен хабарым бар ғой енді ар жақпен. Барып келген кезде. Иә, сөйлесіп тұрамыз да. Сонда жалпы адамзаттың даму тарихы, даму жолы, осы жер шарындағы өмір сүру заңдылығын барлығы тек адамдарға өзіне байланысты, соларға ғана тәуелді. Біз сендердің жер шарына араласып, сондағы бір заңдылықты бұзуға хақымыз жоқ, құқығымыз жоқ дейді. Адамзат өзі соның барлығын түсініп, сол дұрыс жолға бағдар алу керек деп айтып жатады ғой, естимін. Қаншалықты рас екен уақыт көрсетер алда, бірақ тек қана осы барлық ғаламдық деңгейде адамдар ғана бар дегенге мен мысалы сенбеймін, ол қисынсыз нәрсе негізі. Былай қарап отырсақ, мейлі адамдар жаңарып, жақсарып, денесін 1000 рет ауыстырсын, иә, бірақ одан кейде ойлаймын, не пайда? Өмірдің құндылығы, мәні, мағынасы кетіп қалмай ма деген сияқты мысалы, иә. Және де ол кез келген адамға қолжетімді болатын шығар ма деп ойлайсың мысалы. Әрине жоқ. Сондықтан сол өзінің денесін организмін жаңартып отыратын адамдар қандай, олардың көздеген мақсаты ары қарай қалай, жарайды мейлі 100 жыл болсын, 200 жыл болсын өмір сүреді, иә. Олардың түпкі мақсаты не істемекші сонда? Это жақсы адам болса баяғыда өліп қалушы еді деп айтады ғой қазақтар. Қалжың ғой. Бірақ негізі сондай да ойлау керек. Кімнің қолында болады ол ресурстардың барлығы? Қандай шешім қабылдайды ол ары қарай? Үлкен күмәнім бар ондай нәрсеге негізі. Ну, адамдар, которые ұзақ өмір сүруге ұмтылады, мәңгі өмір сүруге, олар болашақты көргісі келеді, оны да түсінуге болады, иә. Болашақ көргісі келеді. Олар потом, мен ойымша, мәңгі ешкім өмір сүрмейді. По-любому бір кезеңге келген кезде олардың уже скучно болып кетеді, уже көп нәрсені көрді, и уже
ол дүниеге барғысы келеді, поэтому өлетін сияқты. мысалы жаңарады дейді ғой, енді әрине оған организмдер керек, аналогтар керек қой. Ол ненің жолымен пайда болады? Мысалы қазір көп қой адамдар нелегально болсын кішкентай сәбилердің қанын ішіп жақсартады, өзінің клеткаларын, РНК, ДНК барлығын жаңартатындай, ондай адамдар аз емес негізі жерде. Сондықтан егерде осы жолды Мен бірінші естідім ол туралы вообще, даже жаңалықтарын естімегенмін. жаңалықтарын айтпайды ондай нәрсені әрине. Бірақ оқып ізденсең бірталай нәрсені табасың, адамзаттың қолынан келмейтіні жоқ екен. Әрине жағаңды ұстайсың, бірақ сондай жолмен ұмтылатын болса ары қарай, ондай өмірдің жалғасу ұзақтылығы керегі жоқ. Мысалы Барлық жаңағы айтқандай жаңа открытиялар бірінші шошқа, потом адам несінде зерттеледі ғой, опыттар жүргізіледі, тәжірибелер. Поэтому ну енді мен ондай қарсымын өзім ойында. Біз болашақты болжағанда біз шамалы негативке қарай кетіп жатқан сияқты, не жаман болады деген сияқты. Позитив нәрсе ойлау керек негізі. Мысалы менің ойымша позитив нәрселердің бірі, жаңа айттым ғой, болашақта қандай да бір ДНК үшін соғыс болмаса, бір қандай да бір талас болмаса, бір үлкен көзқарас па бум болатын сияқты ДНК үшін. Соның ішінде қазақтар, біз айтамыз, қазақтың ДНК-сы өте мықты деген сияқты, мысалы басқа халықтармен салыстырғанда. Ол айтпақшы рас, осы медицина саласында жұмыс істейтін таныстардың барлығы айтады ғой, мысалы кішкентай балаларды эко жасаған кезде арнайы адамдар таңдайды ғой, соның көбінесе қазақ ұлт өкілдерінің еркектерін таңдайды екен. Олардың ұрықтары да мықты болады, денсаулығы да мықты болады. Тіпті ас қорыту жүйесін алғанның өзінде олар майлы ет жейді, сорпа ішеді деген сияқты, олардың төзімділігі жоғары болады дейді. Кез келген нәрсені қорытып тастайды деген сияқты. Сондықтан сол мысалы кәдімгі Қытай ұлты, олар мүлдем сүт ішпейді ғой. Сүт ішсе олар асқазан қорыта алмайды, өйткені лактозаға үйренбеген сүт құрамындағы. Ал қазақтар ішеді, оны қорытылады, өйткені біз сан ғасырлар бойы сол мысалы жылқыдан, түйеден, сиырдан деген сияқты мысалы қаншама сүт өнімдерін пайдаланып ішіп жүрміз. Бізге ол қалыпты жағдай, біз тез қорытамыз оны. Сол үшін де біздің организміміз басқа ұлттарға қарағанда енді Құранда да айтылған ғой, сен не жейсің, не ойлайсың, сен солсың деген сияқты. Яғни сен не жейсің, солсың, яғни сен қорыта аласың, соны жасай аласың деген сияқты. Таза нәрсе жесең, сен де тазасың. Таза емеші нәрсе жесең, мысалға бір организмге бір ДНК шама нәрсе, онда сен де сондайсың деген сияқты. Бізде еще халықтың үлкен бөлігі ауылда тұрады ғой. Кішкентай кезінен даже қалада тұратындар ата-анасына, әжесіне ауылға жібереді балаларын. Мен мысалы өзім ауылда тұрып өстім, бізге қаладан там туыстар көп келетін. Жаз басталады, новый танымайтындар көп келеді ауылда. Қаладан келген біреудің туыстары сосын сұрайды, мен мынаны немересің ғой, сіздің танысасың ғой, несің, келесі жазға не күтесің потом. Солай келеді, и натуральный таза ауылдың сүт өнімдері, ет өнімдері барлығы таза, чисто өзіміз продукт. Сол білмеймін, по идее организм күшті әсер етеді. Бір қызығы шетелге шығасың ғой, мысалы өте құнарлы бай жер, там Грузияға, Черногорияға, Европаның басқа Италиясында әдемі мемлекеттеріне шығасың ғой. Көз тартымды сондай әдемі жеміс жидектері барлығы. Бірақ татып көрген кезде дәмін әйтеуір бір үлкен айырмашылық бар. Болмаса біздің барған жерлерімізге сондай болып қалған шығар, мүмкін, бірақ салыстырмалы түрде осы Қазақстанда шығарылған сол өсірілген жеміс жидектердің дәміне жетпейді екен расымен де. Сосын ар жақтағы Өзбекстандағы Ташкент сияқты қалаларында расымен де олардың дәмі, құнарлығы ерекшеленіп тұрады бар ғой. Үйдегідей емес екен деп бір талай рет ой түйдім ғой солай. Сондықтан мүмкін құрметтеу керек шығар сосын барлығын. Таза органикалық өнім ол. Ешқандай химикатсыз деген сияқты нәрселер. Бірақ тағы да бір қызығы, жақын арада мен кофені көп ішетін адаммын ғой. Кофеханаға барған кезде алдымда бір итальянец тұрды. Олар әрине күнде таңертең капучино я болмаса эспрессо ішеді ғой. Сол кезде капучино деп тапсырыс берді де, қарайды, ана жерде сүт тұр екен, лактелин. Ол деген бәленбай ай тұра беретін нәрсе ғой, енді таза 100% таза емес, органика емес. Сондықтан ол қарады да, no, thank you деді ғой, лучше маған бір эспрессо бере салыңыз деді. Италияда біз міндетті түрде жаңадан сауылған сиырдың сүтін ғана ішеміз. Мынамен химикатпен мен өзімнің организмді уламаймын деді ғой. Сол кезде мен таң қалдым. Мен тұрдым, осыдан кейін қалай капучино ішесің? Сүтпен қызық болды сосын. Жаңа айтқандай, өзінің үйдің дәмі естидің ғой. Мен ауылда өсірген жеміс жидектер, помидор, даже қияр,
қызанақ барлығы дәмді болады, морковь. Но басқа магазиндерде жейсің ғой, ондай дәм емес, күшті. И мен өзім жемістерді вообще там күшті ұнататын адам. Мен почти там каждый день бір нәрсе алма, там алмұрт или басқа да жемістер қыз көп қой. Черника, ой, не черника, қалай? Шие сияқты. Черешня. Черешня? Қазақша айтайын деп отырмын десем. Даже қазақшасы қалай болады, даже өзің? орысшасы есіме түспей отыр. Шие шығарсың? Жоқ, басқа. Шие деген вишня ғой. Ол черешня, Шиенің ағасы. Черешня. то же самое, манго, тағы басқа өте дәмді ғой. Но мен ойладым, вообще мен ең ұнататын жемісім алмұрт болған. Но алдында тұрмын, біз каждый жазда жидектерге барамыз. Жидек деп айтамыз, ол земляника ғой. Кішкентай мынадай клубника сияқты, бірақ кішкентай. Білеміз, иә, көрдік. Просто әр жақта әртүрлі айтады. Мен кейде айтамын, жидекке барамыз деп, иә, түсінбейді көбісі. Басқа региондардікі. И сонда былай, соның дәмі вообще ешқайсысымен, оказывается, не сравнится. И тот же самый клубника, басқалары дәмді, но анаған жетпейді. И алдында солай барып келіп тоже жазып бастағанда осы бір ай бұрын ана дәмді жеген кезде все барлығын ұмытқан ғой, бүкіл вкустарды. Это король вкусов дейді ғой, осы болып тұр. Негізі мен алдында бір мүмкін ол теория шығар, бір нәрсе оқыдым, ол айтады тағам түрлері бар, мысалы тез бұзылатын тағамдар бар. Сүт мысалы тез ашып кетеді, ет мысалы ол тоже тез иіс шығады деген сияқты нәрселер. Адам, мен оны білмеймін енді, вегетариандықтардың теориясы шығар, адам қандай бұзылмайтын тамақ бар ғой, соны жеген сайын оның денесі бұзылмайды, яғни денесі жас болады дейді. Егер мысалға тез бұзылатын тағамдар жесе, мысалға бургер болсын, ет болсын, адам денесі тез қартаяды деген сияқты нәрселер айтылады. Сүрет ше? Қандай? Сүрет. Білмеймін ол Сұр ет? Сүрленген ет. Копченый сүрленген. Мен білмеймін. Сосын мен ойлап қарадым, ұмытпасам, Қытайда ма ең үлкен ұзақ өмір сүрген адам Қытайда болған бұрын. 101 жыл өмір сүріп тастаған. Оның жаңағы тамақтану несін сұраған кезде ол айтқан күріш, бұқтырылған күріш. Сосын қасында вино деген. Сосын екеуін ғана ішемін деген сияқты. Былай қарап тұрсаң, күріш жай өзі тұрса, ол бұзылмайды ешқашан. Тұра береді қанша жыл бойы. Кеп өзі ұқсатыны хабар. Вино то же самое. Вино ешқашан өзінің дәмін арттырмаса жоғалтпайды. Жылдан жылға керемет болып тұрады ғой ол. Вот мен сосын ойладым, мүмкін қандай да бір несі шындығы бар шығар деген сияқты нәрсе. Кейбір вегетариандықтарда айтатын бар ғой, фрукт жесең шамалы сен өзіңді энергетикалық тұрғыдан керемет сезінесің, болмаса жас көрінесің деген сияқты. Фруктың барлығы да көп тез бұзылмайды ғой, көбісі мысалы ұзаққа дейін тұртмаса жаңағыдай. Оларда еще глюкоза көп қой. Иә, кептіріп сақтауға болады, сухофрукт ретінде. И олар ұзаққа дейін кете береді. Сосын көбісі балды мед, көбісі не дейді, пайдалы дейді. Бал ешқашан бұзылмайды ол. Мейлі ауыз ашық тұрсын, мейлі жабық тұрсын, холодильник ішінде сыртында үстінде тұрсын, ол ешқашан бұзылмайды ол. Нағыз табиғи нәрсе. Сосын мен шынымен ойладым, қандай да бір астары бар сияқты шынымен. Яғни қандай жаңа Құран айтқандай, сен не жесең сол боласың дейді ғой. Яғни мүмкін ұзақ сақталатын тағамдар жесең, мүмкін сенің де өмір жасың ұзақ болады, қандай да бір физикалық енді сыртқы дене келбетін деген сияқты. Оған қалай қарайсыңдар? Білмеймін. Мен ойымша логика бар сияқты. Маған жаңа сен айтқанда сүрленген ет сразу есіме түсті. Ол технология бар ғой. Негізі бұрынғы ата-бабаларымыздан ғой. И орыстар келген кезде соны ұзақ жерге тасымалдаған кезде ет бұзылмайды ғой, сүрленген еттер. Сол түсінбеген қандай деп. Сол технологияны өте үлкен там суммаға сатып алған. Үлкен сумма дегенде сол кездегі айырбас қой, ежелгі заманда. Айырбастап там өте үлкен малдар санына айырбастап соған не істеген, то есть оны көбісі білмеген. Но оның дәмі де күшті ғой сүрленген еттің. Мен балдың қарным ашып кетті сүрленген еттен кезде. Балдың сол біліну мерзімі жоқ екенін где-то бір 2 күн бұрын енді одай жоқ, 2 жыл бұрын білдім. Но просто бізде бал долго тұрмайды, поэтому айтамай, оны всегда бітіп қалады ерте. Бал күшті. Бізде еще ауылда омар шаруашылығымен айналысатындар көп. Свежий бал барлығы. Негізі ауылда тұрған пайдасы көп екен. Вот қалада біраз жыл тұрғаннан кейін, 7 жыл тұрмын уже. Содан кейін бүкіл ауылдың нелерін түсінемін. Қадір қасиетін. Мен қазір онда тұрмаушы едім, но былай часто барып тұруға прям желание көп. Бал демекші, балдың отаннан кейін қыз отыру бізде? Алтай тауларынан. Иә. Сендерде қанша түрі бар? 1040 түрі бар шығар? Үйде ма? Жоқ дегенде бір 5 түрі бар. Не, үйдің өзінде 5 түрі болады. Бізде үйде дәл қазіргі уақытта жатқан бал. Өзім шкафымда алтау бар. Иә, жоқ, мысалы таңертең жылы суға қосып
ішсең бірталай пайдалы. ішетін бал болады, жағатын бал болады деп қой. Айтпақшы айтады ғой, адамдағы бойында жиналған тұзды кетіру үшін балға жақсан, бал сол іштегі тұздың барлығын шығарып береді деген сияқты. Бұл таза табиғи өнім ғой расымен де. Аралардың өзін айтып жатады ғой, Құдайдың өзі әдейі қылып жаратқан. Қайнаған сүтпен бал ішсіңіздер ма? Иә, әрине. Тамағың ауырған кезде бізде беретін тұғын, осыны іштен жазыласын деп. Бізде қалай ауырсақ та тұмаумен салқын тисе соны береді, все уже организм уже готов қой. Мен айтпақшы жақында бір стартап көрдім. Ол бойынша Израильден шыққан тоже. Негізі стартаптардың 90-80% Израильден шығады, не екенін қайдам. Мысалы былай, егер де жер бетінен кішкентай бір ара, бір енді бүкіл араларды алып тастаса жер бетінен, бүкіл табиғат қирайды. Өйткені гүлдер тозаңданбайды, гүлдер тозаңдамаған екен малдар шөп жемейді, малдар өлген кейін адам да өледі деген сияқты нәрсе. Ал балды алу процесі саған міндетті түрде ара керек та, и гүлдер керек міндетті түрде. Жаңа израильдік стартап, ол енді маған білмеймін өте ұнады қатты. Олар кәдімгі гүлді тозаңдандырып, өздері араның қатысуынсыз тозаңдандырып, соны қандай да бір білмеймін, ара өзінің асасында қорытады ғой, бір химиялық реакция арқылы. Соны өздері қолдан жасап, ешқандай араның көмексіз бал алған. Маған ол өте ұнады. Яғни егер сен қандай да бір жабық жерде болмаса ашық жерде гүлдерді пайдаланып, соларды тозаңдандырып, солардан шырын бал алсаң, ешқандай ара керек болмаса. Яғни ол ендігі білмеймін, керек нәрсе. Ол натуральный продукт бола ма? Иә, болады. Менің ойымша болады. Олар енді как мысалға ашытқан сияқты балды бір қандай да бір нәрсе ұстай ма жоқ әлде, мен нақты білмеймін, просто естуім бойынша сондай. Мен видеосын қарағаным кезде олар сол қарапайым араны пайдаланбай солай бал шығарып жатыр. Екеуінің несі почти бірдей. Құнарлылығы деп айтайын. И тоже білмейді. Білмейді. Бакалавриат кезінде бал шаруашылығы туралы бизнес ашам деп бизнесқа жазған есіме түсіп кетті. Расымен де прибыльное дело айтпақшы деп. Бірақ бір сезонный десе. Иә, бірақ енді өте еңбекті көп талап ететін нәрсе ғой. Сосын және бал демекші, сосын инжир бар ғой. Соның ішінде тоже ара кіріп кетеді. Сонда құрбан болып өліп қалады, содан кейін әдемі сондай инжир пайда болады. Тіл үйрет енді кәдімгідей. Бірақ жалко, конечно, пчелку деп. Бірақ енді иә, табиғаттың заңы сондай болып тұр ғой. Олараны танымадым ғой, так что нормально. Если лично білсең, онда өте жегеннен кейін білдік қой енді. Чеботковтың айтатын ұры білесің ба? Какой-то бір кішкентай кезінде әкесі екеуі кетіп бара жатып бір суырды ма, бобер ма, соны қағып кеткен дейді. Сосын мен іште ойладым дейді, типа өз-өзін жұбату үшін. Мүмкін ол жаман суыр болған шығар, өз бала әке-шешесі тастап үйіндегі баланы тастап кеткен суыр болған шығар деп өзімді солай жұбаттым деген сияқты сен де солай ойлаған шығарсың, может. Мүмкін ол жаман ара болған шығар, қыдырым барыс. Ешқандай еңбегі жоқ. Ол жақта енді көп инжир жедік. Соншама ара жаман болуы мүмкін емес. Мен табиғаттың заңы ғой, қайтеміз. Сен сол жеген кезде уже біліп жүрдің ба кішкентай кезінде? Жоқ, кішкентай кезде қатты мән бермейсің ондай нәрсеге. Бірақ я болмаса ол нәрсе ұмытылып қалады. Ішін ортасын ашып қарадым, ішінің өздерін көрдіңдер ме, инжир ашқан кезде ортасында қараңдар деп. Біз шығыстан емеспіз. Шығыста инжир жоқ қой. Сен қайдан жеп жүрсің? Келеді ғой қазір экспорт, импорт деген нәрсе бар, Құдайға шүкір. Білмеймін. Бізде жоқ. Скоропортишься просто. Бізде бәрі ауылдан. Экспорт, импорт бізде көрші ауылдан. Экспорт көрші ауылға. Даже помню, магазин қарған кезде бір нәрсе алға. Бізде 2 валюта болатын. Теңге ақша и жұмыртқа болатын. Бір мороженое 4 жұмыртқа тұратын. Қызық. Бутылка болған жоқ па? Жоқ. Бізде болған бутылка. Бутылка өткізу уақытша енді қандай да бір вафлияға ауыстырып алу деген сияқты нәрселер. Бізде? Ертең сөйтіп балаларын айтып отырасыңдар ғой. Бізде айына бір рет. Қумаш дейтін шығар. Бір рет машина келеді. Ол бутылка алады, темірлер алады, алюминий бөлек алады, медь бөлек алады. Получается, біз жинап қоятынбыз. Еще олар көрсек жолда темір, алюминий сес аласың. Ауыр болса қиналып жапырасың неге. Бір рет бір не болған, бір құлаған үй, бұрын құлаған. Соң кірпіштің арасында не тұр, алюминий тұр мынадай. Прям үлкен кусок. Весі көп емес, 2 килограмм шығар. Но біз кішкентай болдық. И ол цемент, там кірпішпен бәрі оратылып не болып тұрды. Соны алып бұзып, солай дайындап қойдық, сосын келген кезде ердік, там столько мороженое купили. Там ақша қайыр бастыламыз. И анда былай, кстати, анда былай болды. Олар келеді, сондай металл алады, и заодно арбуз бір нәрсе алып келеді.
То есть соны сразу сол жерден сатып алуға болады. То есть тоже как бы бартер сияқты. Я вообще бизнесмен по жизни деп қойсайшы. Қай жылдары өмір сүрдіңдер жалпы? Соны айтамын. Сонда отырған сайын ана қара пленкалар еседі. Ой, Черный белый велосипед отырсың ба? 2008 жылы кризисқа дейін болды. Білмеймін, біз 2004-те нормально өмір сүрдік. Интернетпен уже, да? Білмеймін, мен кезінде интернет неше? Солтүстікке біраз кештеу жеткен шығар мүмкін, кім біледі. Жоқ, солтүстікке жеткен шығар, мен ауылыма жеткен шығар. Бізде еще ауылдар былай бөлінеді ғой уровеньмен. Бізде, мысалы, Ұрымқай деген ауыл болды, онда интернет, телефон пайда болады, одан кейін басқа кішкентай ауылдар 2-3 жылдан кейін пайда болады. Сеть, телефон келеді, но сеть ұстамайды, ешқандай там актив ол кезде болған жоқ, актив билайндар ғой, ұстамайды. Поэтому бессмысленно болды. И еще андай уже радио телефон тоже кеш келеді. То есть бірінші қалаға келеді, потом мынадай үлкен ауылдарға келеді, потом мына жаққа келеді. То есть арасында там цивилизацияда разрыв болады. Просто қазір ол барлығы тез. Мына жақта айфон келді, келесі күні айфон мына жақта тоже. Біздің кезімізде ондай болмаған. Вау, сондай жасқа келдік па? Уақыт уже все өтіп жатыр. Мәссаған, бір ғана сенің сұрағынан қандай тақырыптарға олай айналып келдік, Сүттен балға жеттік. Бал ең тиімді және де қымбат тұратын ресурс. Таусылмайды ол, білінбейді. Сол жаңа ресурс дегенмекші. Иә, айтпақшы. Да, бал. Құндылығы оған уақыттан қарағанда төмендірек, чуть-чуть, там бір сәт. Айырбасташы мен балды уақытқа. Балға? Смотря қандай бал, қанша тұрады, и жаңағы қаяқтікі. Вот, смотри, 1 килограмм балды қанша уақытқа бағалайсың? Ладно, 3 килограмм банка. Соны берсем қанша уақытында? Ол қай жақтың балына екеніне байланысты. Зарина қандай ең күшті бал? Сендер жақта. Ой, мен ондай эксперт емеспін. Папаны шақыру керек деп папамды. Қалай жинаймын, енді бұны Сазуан бізге... папасын звондаймыз десе. Мұнда... Императорский бал деген жоқ па ондай? Любой сортта какой-то нәрсе болады, типа императорский, королевский, императорский. Есіме түсіп горчичный мед, тағы да бәлен түгілен деп айтушы еді ғой түрлермен. Ой, көп ондай түрлері де, түсі де, дәмі де әртүрлі. Бірақ мұнда сағаттың құндылығын айтатындай онымен жұмыс істеп көру керек шығарсың бірінші. Ойлаш, ана сота деп айтады ғой, ондай нәрселер бәрін жинағанша, анау қаншасы сені шағады. Иә, мысалы жоқ, енді рас қой, өздерің көздеріңге елесетіңдер. Сен де қарап тұрмайсың десе. Жоқ, енді білетін мәдениет сөздерін айтасың ба? жоқ, енді сақтанасың ғой, дегенмен де ананың бәрі ұшып кетпесін, қайтадан орнына саласың дегенде ой, сақтегі жұмысы көп оның негізі. Мен бір досым бар, онымен бал шаруашылығымен айналысатын. Ол ондай таза еңбек қой, мысалы қыркүйек айы басталды ма, болды, бітті. Сбор урожайы басталды, оларды виноград жинай бастайды, мына жақта бал жасай бастайды, настойка дейді, неше түрлісі. Сондықтан табиғатпен үйлесімді өмір сүру, соған қол жетімді болуың керемет нәрсе қазір. Роскошь қой біздің уақытта. Қазір негізі көптеген дамыған елдер, Еуропа, Қытай, араб елдері. Оларында азық-түлікте ең сұранысқа ие азық-түліктер, олар органикалық өнімдер, органикалық. Яғни ешқандай химикатсыз, ешқандай тыңайтқыш емес, енді табиғи тыңайтқыштар болады, органикалық, соларды қолданып жасалған өнімдер өте қымбат тұрады. Мысалы, Қытай, мен естуім бойынша, Қытайдың өзінің тікелей қатысуымен Қазақстанда бірнеше, мысалға ненің түйе сүтін порошокқа айналдыратын, яғни ұнтаққа айналдыратын зауыттар салынып жатыр. Яғни олар келісім бойынша, олар жаңа ол зауытқа Қазақстандағы бір енді кісі шығар, қандай да бір азамат, соған инвестиция салады. Ол соның барлығын жаңа түйесін шұбат қымыран жинап, технология бойынша порошокқа айналдырады. И және оның барлығын 100% Қытайға алып кетеді өздері келісім бойынша. Яғни ол жақта ол өте қымбат әлі бағалы нәрсе. Ал біз оны күнде көріп жүрміз. Қолда барда алтын қадірі жоқ. Иә. Уақыт тоже самай. Енді қазір жассыңдар, сендер түсінбейсіңдер деп айтасың. Арамыздағы ең үлкен кісі айтты ғой осыны. Бойымыздың десей. Мысалы қараңдаршы, бар нәрсені бағаламай дегенде қазір кезде мен әлі таң қаламын, қалай әлем технология тез дамып бара жатыр. Вот мысалы қараңдар. Вроде жалқау адамдар көп қалай дамып жатыр. Мен де ойлаймын кей кезде, мысалға қазір жастар көбісі жаңа білімге деген басқаша көзқарасы бар. Әлдеқайда яғни дайын өнімдер тұтынуға дайын, яғни TikTok, Instagram деген сияқты, бірақ
қалай ғалымдар қаяқтан шығып жатыр ондай жаңа жігіттердің арасынан деген сияқты менде де ой келеді кей кезде. Адам до того көп қазір, то что оның основной массасы осындай, как сказать, тикток заманы болса да. Ғалымдардың уақыты жоқ тиктокта, инстаграмда отырып мен мындаймын деген көрсетуге, өйткені ол расымен де өзінің ісімен шұғылданып жатыр ғой. Менің ойымша расымен де мысалы бізбен жастардың барлығы біз интернет жоқ кезде көріп қалдық бас жағын. Біз мектепке барған кезде интернет пайда болды. Ары қарай мен мысалы телефондарымды қалай ауыстырғанымда это үлкен апгрейд болды ғой. Расымен де бір-біріне ұқсамайтын нәрселер, жаңадан нәрсе жылдан жылға өзгеріп жатты. Сондықтан біз оны көріп өстік. Сен айттың ғой, және қандай технологиялар ерте дамып кетті. Менің ойымша, өзімнің субъективті ойым бойынша, осының барлығы жоқ дегенде бір 20 жылға алдыға қарай барлық жоспарланып дайын тұр. Тек оны ғаламшардағы адамдарға порционно, степ бай степ деп айтып жатады ғой, беріп жатады оның барлығын. Дәл қазір сол innovationsты бере салсаң, дәл қазір оның хаос басталады ғой. Не болып жатады, ары қарай кім қабыл алып үлгереді деген сияқты. Сондықтан оны дозированно беру керек қой. Сондықтан ол ойластырылған нәрсе деп ойлаймын. Мысалы, осы барлығын кім істеп жатыр деген сұраққа, мысалы сендер ойланасыңдар, сұрақ қойдыңдар, қалғандар оны ойланбайды ғой. Мысалы, болды ма, келді ма, болды. Яғни әркімнің ойлау деңгейі де әртүрлі болуы мүмкін. Кто-то мысалы өзінің кішкентай микрокосмда өмір сүреді, болды, иә, маған осы жеткілікті деген сияқты. Сондықтан бұл адамдардың түпкі мақсаты не деп мен сұрақ қойғым келеді. Кейде әрине жақсы ғалымдар да бар, бірақ зұлым ғалымдар да оның қасында жүр ғой араласып. Менің бір қызық таңғалдыратын жағдайы, адамның ойы әрдайым сондай бір жаман нәрсеге бейім болып тұрады ма, я болмаса соған оңай ма түсе салып ойлап табу. Оңай нәрсеге адамдар қиындайды тұрады. Білмеймін, жаңа уақытылы дозированно шығарып тұрады дейсің ғой. Мне тоже так кажется. Чат GPT-ді ешкім поздно шығарды, мен университет бітіріп қойдым. Чуть раньше шығарса. Мен дипломды өзім жаздым ғой деп қойсайшы. Иә, өз қолымды. Мен негізі бар ғой, соған қатты қуанам. Біздің кезінде чат GPT-дің болмаған. Мысалы, мен өзім талай рет осылай жазып көрдім. Қызық қой, енді маған да көрейін деп. Сондағысы мен өзім ойлаған нәрсені жазып тұр негізі. Тек қана соны өзің қолмен теріп жазбадың. Уақытын үнемдедің, бір жағынан ол жақсы делік, иә. Бірақ екінші жағынан кішкентай балаларды кішкентай кезінен бастап, мысалы, әлі есімде 4-ші сыныпта біз шығарма жазудан ылғи да жарысатынбыз. Кімде көп бет болады, кімде әдемі сөздер болады десе, онда сен нағыз барлық күшіңді жұмсап сөйтіп жазатынсың ғой. Сол кезде сенде айтады ғой, творческий процесс, нейронные связи барлығы жұмыс істеп тұратын бар ғой. Сен активно жұмыс істейсің миымен. Ал қазір мысалы кейде біз адамдар бір-бір нөмерлерін жаттамайтын болды ғой. Ол да есте сақтау қабілетін нашарлатады мысалы, иә. Яғни адам оңай нәрсеге тез үйреніп алады, содан кейін өзінің мидың атқаратын нақты функцияларды кейін шектеліп қалатын сияқты. Сондықтан қорқу керек. Деградация болып жатыр ма? Иә. Яғни факт-чекинг деген болмай қалады кейде. Мүмкін Дарвиннің теориясы керісінше кетіп бара жатқан шығар былай қарай. Адамнан жайлап бүйтіп. Қойшы, Дарвин теориясын. Бір точкаға жеткенде өші, әлі жеткенде жұмыс алған, потом обратно кетеді. Но бізді қазір алға тартқан жаңағы өте аз количество ғалымдар солар алға тартады біздің адамзатты. Жаңа айтқанда, реально мен мысалы только телефондар пайда болды ғой, сол кезде басқа кімде телефон болса номерін жатқа білетін. Домашний номерлардың бәрін однокласстан жатқа білетін, потому что күнде звондайсың, там ежіңіз сұрап или сұрап қоймаған кезде. Қазір мен тек өзім отбасының үшеуінің ғана номерін білемін. Өзім номерін білемін, біреуге айтқанда, и тағы да шаданат номерін білемін. Чтобы когда мен адасқан кезде біреуге звондайтын. А мен көп адасам десе. Нет, қазір енді телефон бар өзінде, вдруг телефон болмай қалады, лизардқа істеді. Сол кезде звондау үшін, мысалы, онда үш номер білесіңдер, қанша номер білесіңдер жатқа? Керек адамдарды көп номер, 103, 101, 102. Бәрін жатқа білесің ба? Ой-ой-ой. 101. Ол керек олар. Олар не считается. Хотя олар білмейтін адамдар көп. Мәссаған. Нью-Йоркта жасауға болады, 901 ма? Звондайсың, бүкіл нәрсені сол жақтан шешуге болады, яғни қойды қылмыстылығы болсын, қойды басқа болсын. Бізде 109 болсын, сондай кажется. 109 арқылы шығасың, солай арқылай өзі тауып аласың. Музыкасын жаттап алғам. Өйткені долго отвечает олар. Саундтрек қой. Негізі бар ғой, осы қазір енді факт-чекинг деген нәрсе керек.
бірақ осындай мысалы қазір метада шықты ғой, Threads деген нәрсе, аналог Твиттера деп айтып жатады, тағысын тағы. Оның барлығы не үшін жасады? Ол әрине бір жағынан бизнес, екінші жағынан айтып жатады ғой, ақш-тағы ФБР-дің базасы ол екі нәрсе. Ол біреу Инстаграм, екіншісі Фейсбук дейді. Расымен де бір әлемнің барлығын бір жерде ұстап тұрып, жинап тұру, ол өте ыңғайлы нәрсе, жан жаққа тарамай, шашырамай мысалы. Иә, метанікі. Сондықтан жан жаққа шашырамайтындай етіп істелініп отыр осының барлығы. Ол мейлі, ары қарай мысалы TikTok бар. Сосын осының барлығы адамды, мысалы айтады ғой, шортсты көрген кезде, рилсты көрген кезде қысқа метражды видео роликтер адамның психикасына, эмоционалдық деңгейіне, қабылдау деңгейіне теріс кері әсер етеді деп. Мысалы көп адамдар қазір 2-3 сағаттық фильмдерді мүлде көре алмайды. Қайта соткаларын ашып отырады мысалы, иә. Или перемотайды. Иә, или бірде беспен қарап отырады ма, білмеймін енді, әркімде әртүрлі ғой. Яғни адамға тез қолжетімділігі, тез осылай ауыстыра салудың барлығы ол дисфункционалдық деңгейге жеткізеді, барлық жағынан болсын, расстройство деп айтып жатады ғой. Онымен қоса осының барлығы не үшін беріліп отыр? Адамның ойын біраз тежеу үшін сен осымен шұғылданба, болады ғой, орысша айтқанда держать на контроле. Яғни алдандырып қою керек, иә. Өйткені ары қарай үлкен адамдардың өзінің істейтін шаруасы бар. Сендер алдана тұрыңдар деген сияқты ғой. Сондықтан осы нәрсені де шектеу керек. Өзің соны түсінсең, жұмыс істесең, бәрі өз қолыңда ғой тағы да. Все. Ойлардың өте қатты ұнады. Біраз талқыладық. В принципе, былай қарасақ, әртүрлі фактормен келтірдіңдер, но ойларым менікімен сәйкес келетін, сол үшін қуаныштымын. То есть біз примерно на одной волне, можно сказать, да. Құдайға шүкір деп қойсайшы. Не зря мы знакомы, да. Босқа жиналамыз мұнда десе. Сол уақыттарымыз енді, уақытты үнемді пайдаланайық, бос шашпайық. Уақыт, мне кажется, болашақта алтынмен тең болады. Қазірдің өзінде сол ғой. Алтын уақыттарын бөліп келгенден рахмет. Мен маған да рахмет келген. Мен тұра берейін десең. Шай қойып қойсын. Иә, расымен де уақытымыз, өміріміз мағыналы мәнді өтсін, бастысы.